Сәлем YouTube каналға қош келдіңіз. Америкадағы 10 топ штат, яғни біздің қазақи адамдарға, біздің СНГ-нің адамдары, тіпті азиялық адамдардың Америкаға келіп, өмір сүріп, қалыптасуына ыңғайлы, қолайлы 10 штатты білетін боласыз. Тіркелуді ұмытпаңыз. Және де мен қазақ тілдегі видеоны, қазақ тіліндегі каналды дамытуға тырысамын. Себебі, шындығын айтсақ, Америка жайлы қазақ тілінде табу қиын. Соған байланысты мен қазақ тілінің дамуына, қазақ тілді ақпараттың дамып, қазақ тілі дамуына, қазақ адамдардың Америкаға келіп, қалыптасып, орналасуына әлдеқайда жеңіл болу ретінде қазақ тілді каналды бастадым. Бұл каналды қолдап, барынша маған көмектесіп, қазақ тілді бірге дамытайық. Кеттік. 10-шы штат ол штат Вирджиния. Ол Американың оңтүстік шығысында орналасқан, қауіпсіздік дәрежесі бойынша 11-ші қатарға кіретін штат. Табиғаты өте керемет, таулы, орман тоғайлы, тіпті теңіз, мұхит жағалауы да бар. 4 мезгілі бар. Қысы қатты салқын емес, жазы қатты ыстық емес, өте керемет табиғаты бар. Және де үйді жалға алу қатты қиындыққа соқпайды. Минималды төлемақы сағатына $12 құрайды. Ол сіздің жұмыс істейтін компанияңызға тікелей байланысты. Штаттардың арасындағы өзінің байлығы дәрежесінде бұл 10-шы орынға келген штат, және бұл жерде біздің СНГ-ден келген адамдар көптеп шоғырланған штаттың бірі. 9-шы штат. Бұл штат Пенсильвания. Пенсильвания Американың солтүстік шығыс бөлігінде орналасқан таулы, орман тоғайлы штат. Бұл жерде үйді жалдап алу қатты қиындыққа соқпайды, документтер алу қатты да қиын емес, сонымен қатар жұмыс табу барысы да қиындыққа соқпайды. Минималды төлемақы сағатына $7.20 болады. Бұл сіздің жұмыс істейтін компанияңызға, жұмыс берушіңізге тікелей байланысты. Сонымен қатар бұл өте қарқынды дамып келе жатқан штаттың бірі. Бұл жерде біздің жерлестеріміз, біздің қазақ адамдар, СНГ-ден келген адамдар өте көп тұрады, және бұл штат өзінің қауіпсіздік дәрежесі бойынша 50 штаттың арасынан 29-шы орынды алған штат. Бұл өте тарихи, сондай бұрыннан алғашқы қалыптасқан штаттардың бірі. Бұнда музей, ескі архитектураларды жиі кездестіресіз. 8-ші штат ол Джорджия деген штат. Джорджия Американың оңтүстік шығысында орналасқан, қауіпсіздік дәрежесі бойынша 35-ші орынды алған штат. Бұл жерде үйді жалдап алу қатты қиындыққа соқпайды, үйдің бағасы қатты қымбат емес, және жұмыс табуыңызда да қиындыққа соқпайды. Біздің қазақ адамдар, СНГ-нің адамдар жиі шоғырланған штат қаласы Атланта деген қала. Әсіресе Атланта деген қала ол өте қарқынды дамып жатқан қаланың бірі. Бұл жердегі төлемақы, минималды төлемақы сағатына $7.25 болады. Тағы да айтам, бұл сіздің жұмыс берушіңізге тікелей байланысты болады. 7-ші қатардағы штат ол Саус Каролайна. Саус Каролайна деп айта берейінші. Саус Каролайна ол Американың оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан, табиғаты өте жақсы, 4 мезгілді штат. Бұл жерде үйді жалдап алу арзан, жұмыс табуыңыз аздап болса да қиындыққа соғады басқа штаттарға салғастырғанда. Бірақ та жұмыс табуға болады, өйткені жанында басқа штаттар жақын орналасқан. Және бұл жерде минималды төлемақы сағатына $7.25 болып табылады. Бұл штаттан да сіз біздің СНГ-нің адамдары, қазақша, орысша сөйлейтін адамдарды өте жиі кездестіресіз. 6-шы штат ол штат Вашингтон. Бұл штат Американың батыс бөлігінде орналасқан, қарқынды дамып жатқан штаттың бірі. Әсіресе Сиэтл деген қала. Сиэтл Америкадағы IT-шниктердің қаласы деп айтады. IT мамандықтары өте жиі шоғырланады, және IT мамандықтары өте қатты бағаланатын штаттың бірі. Бұл штатта сіз үйді жалдап алу қатты қиындыққа соқпайды, және үйдің бағасы қымбатта емес, сонымен қатар 4 мезгілі бар,
өте жақсы штаттың бірі. Бұл штатта минималды төлемақы сағатына $15.74 болады. Әрине бұл сіздің жұмыс берушіңізге тікелей байланысты. Және қауіпсіздік дәрежесі бойынша бұл 9-шы орынға иеленген, өзінің байлығы бойынша 50 штаттың арасынан 7-ші орынға иеленген өте жақсы штаттың бірі. Егер бұл штатқа келіп өмір сүретін болсаңыз, өз орныңызды емін-еркін табуға болатын штат. Сонымен 5-ші штат, яғни топ 5-ке келдік. Топ 5-ші штатта бұл Техас деген штат. Техас Американың оңтүстік бөлігінде орналасқан өте арзан штаттың бірі. Себебі бұл жерде штаттық салық деген жоқ, тек федералды салық бар. Сол себепті заттың бағасы арзан, үйдің бағасы басқа штаттардан қарағанда бір есе арзан болады. Әсіресе Даллас, Аустин деген қалалары бар. Бұл қалалары өте қарқынды даму үстінде және бағасы да өте жақсы. Бірақ та бұл штаттағы төлемақы сағатына $7.25 болады. Тағы айтам, бұл сіздің жұмыс берушіңізге тікелей байланысты. Ал қауіпсіздік дәрежесі бойынша 47-ші орынды алған штат. Келесі топ 4-ші штат бізде Иллинойс, яғни көптеріңіз білетін Чикаго. Чикаго ол Америкадағы орталық батысында орналасқан, қарқынды дамып жатқан, дамыған штаттың бірі. Бұл жерде минималды төлемақы сағатына $13 болып табылады, және бұл штат тракистов деп айтады. Яғни, егер Америкаға келіп, сіз трак-драйвер болып, осы Чикагода тұратын болсаңыз, жұмысты кез келген уақытта таба аласыз. Бұл штат тракистов деп айтылады. Үйдің бағасы, жалдап алу бағасы қатты қымбат емес, өте ыңғайлы штат. Бірақ та бір минусы, бұл жерде қысы өте салқын, тіпті Астананың қысынан да қатты деуге болады. Себебі ылғалды болғандықтан қысы қатты тиеді. Және жазда да қатты күн ысымайды, күн үнемі бұлтты, желді болатын штат. Бұл штат қауіпсіздік дәрежесі бойынша 32-ші орынды алған, және де байлығы бойынша 17-ші, яғни табысы, байлық дегенде штатының табысы бойынша 50 штаттың арасынан 17-ші орында қалған табысты штаттың бірі. Ал жеттік топ 3 штатқа. Қайсы штат деп ойлайсыздар? Топ 3-ші штат. Штат Нью-Йорк. Нью-Йорк Американың центрі, яғни мигранттардан штаты деп айтылады. Бұл Американың солтүстік шығысында орналасқан штат. Бұл қауіпсіздік дәрежесі бойынша 22-ші орында алатын, сағатына $14.20 төлейді. Минималды төлемақ. Бұл штатта машинаңыз жоқ болса да емін-еркін қатынауға болады. Себебі метро, автобус үнемі жүріп тұрады, басқа штаттарға салғастырғанда. Және де бұл штатта жұмыс табу ешқандай қиыншылыққа соқпайды. Кез келген уақытта сіз жұмыс табып алуыңызға мүмкіндік болады. Және бұл штаттан сіз алғаш келген кезде документтеріңізді алу өте жеңіл. Себебі бұл мигранттарды түсінетін мигранттардың қаласы болғандықтан сізден ешқандай қосымша құжат сұрамай, минималды түрде құжаттарыңызбен сізге қажетті документті береді. Сонымен қатар тіпті мемлекет штаттың өзінен қосымша көмектер алуыңызға да болатын штат. Бұл штаттың минустары: бірінші, бағасы өте қымбат штат. Егер де сіз жақсы районда, қауіпсіз районда тұрғыңыз келсе, кем дегенде 2-3 есе қымбат төлейсіз. Үйдің бағасы жалға алу өте қымбат. Екінші, бұл штат өте шумный, ластау штат. Өйткені бұл штатта үйсіз адамдар, яғни көшеде өмір сүретін адамдар өте көп болғандықтан, ол қоқыстар көп тасталады, соған байланысты иісі де жағымсыз шығып тұрады. Және келесі минусы бұл қысы. Қыста қатты суық, ауа райы өте ыңғайсыз. Алайда сіз жалғыз басты болсаңыз, жасыңыз 35-40-қа дейін болса, тура Нью-Йоркқа барыңыз деп айтамын. Себебі бұл жерде сіз басқа адамдармен бірге үй жалдайсыз, яғни подселениемен бірге тұрасыз, басқа адамдармен. Сөйтіп үйді жалдап алу сізге қатты қиындыққа соқпайды. Кез келген жұмысты табуыңызға болады. Алғаш келгенде документіңізді алуға өте жеңіл болады. Сөйтіп сіз өзіңіздің аяғыңыздан тұрып кетуге
өте жоғарғы мүмкіндік болатын штат. Егер де сіз отбасыңызбен балаларыңыз кішкентай болса, жақсылап ойланыңыз. Себебі отбасыңыз болғандықтан қауіпсіз жақсы жерге тұру керексіз, ал қауіпсіз жақсы жерде тұру үшін 2-3 есе қымбат төлеу керексіз. Алғаш келген кезде бұндай жерге тұру әрбір адамның қолынан келе бермейді, жағдайы көтермейді. Сондықтан бірден Нью-Йоркқа келу үшін жақсылап ойланыңыз. Ал топ екінші штат. Ол штат Флорида. Флорида біз тұратын штат. Қазір біз өмір сүретін штат. Біз алғаш ұшып келдік тура Флоридаға. Сонымен Аллаға шүкір, қазір Флоридада тұрып жатырмыз. Флорида штаты Американың оңтүстік шығысында орналасқан, Американың оңтүстік жағының ең соңғы штаты, ең түпкіргі мұхиттың ең соңында орналасқан штат. Бұл жерде ауа райы 12 ай бойы жаз, қыс деген болмайды. 12 ай бойы сіз кез келген көкөнісіңіз, жеміс жидегіңіз қолжетімді бағада тұрады. Қыстың киімі ешқандай қажет емес. Үйдің бағасы басқа штаттарға салғастырғанда әлде қайда төмендеу. Бірақ та ол тұратын районыңызға тікелей байланысты. Себебі тікелей байланысты. Және де қауіпсіздік дәрежесі бойынша бұл 32-ші орынға кірген, ал табысы бойынша 17-ші қатардағы штат. Бұл жерде минималды төлемақы сағатына $12 болып табылады, бірақ та бұл сіздің жұмыс істейтін жеріңізге 100% байланысты. Бұл штаттың артықшылығы басқалармен салғастырған кезде қысы жоқ. Біреуге кемшілік, біреуге артықшылық. Мен өзім артықшылық деп ойлаймын оны. Екіншісі, машинаңыз жоқ болса, қатынау мүмкін емес. Үшіншісі, жұмыс табу қиындау. Егер де сізде жұмысыңыз онлайн болса, онда бірден Америкаға келіп тұратын штаттың бірі. Ал егер жұмысыңыз онлайн емес, басқа да болатын болса, ептеп жұмыс табуға болады. Алғаш келген кезде орналасуға өте ыңғайлы штаттың бірі. Сонымен қатар, бұл штатта сіз СНГ-ден келген адамдарды өте жиі кездестіресіз. Әсіресе орыс халқын, Украина халқын, қазақтарды, басқа көп СНГ-ден келген адамдарды өте жиі кездестіресіз. Сонымен қатар бұл Флорида пенсионер штат, зейнеткерлер деп айтады. Себебі Америкадағы зейнеткерлер зейнетке шыққанға дейін өздерінің жағдайын жасап, осы штатта келіп демалып өмір сүргенді қалайды. Және соңғы осы пандемия кезінде бұл штат ешқандай шектеу қойған жоқ, маска кию деген болған жоқ. Соған байланысты Нью-Йорк, Калифорния, басқа үлкен штаттардан қаншама мыңдаған адам көшіп келді. Бұл штатта қыс болмайтындықтан сіз отбасыңызбен келсеңіз өте ыңғайлы, қыстың киіміне қысқа дайындық демейсіз. Майк шортыңыз болса болды, оны 12 ай бойы сонымен өтуге болады. Және де балаларыңыз кішкентай болса, далада жүріп қыстың киімісіз памперстарын ауыстыра беруге әбден болады. Мысалы, біз солай жасап жүрдік. Және де теңізге шомылатын, теңізі бар ерекше штат. Өйткені теңіз мұхитқа шомылып, сіз өзіңіздің бір шаршауыңызды шығарып, жақсы бір демалып, өзіңіздің кәдімгі бір демалыста жүргеніңізді сезінуге болатын штаттың бірі. Топ бірінші штат ол Калифорния. Сіздер көп білетін, яғни Лос-Анджелес, Сан-Франциско деген атақты қалалар бар, ең үлкен штат. Бұл штат Америкадағы өте үлкен штаттың бірі, және де сонымен қатар Америкадағы өте жақсы дамыған штат, табысы бойынша алғашқы қатардағы штаттардың бірі. Соған да байланысты бұл штатта салығы өте жоғары. Америка бойынша ең жоғарғы салығы бар штат. Және бұл штатта қауіпсіздік дәрежесі бойынша 27-ші орынға келетін штат, және минималды төлемақы сағатына $15.50 болады. Және тағы да айтам, бұл сіздің жұмыс берушіңізге тікелей байланысты. Бұл штаттың артықшылықтары, сіз кез келген уақытта жұмыс табуға болады. Жұмыс табуыңызға ешқандай қиыншылық соқпайды. Және де бұл штат мигранттарға өте жақсы қарайды. Сіз қандай бір құжат алғыңыз келсе, минималды түрде пакетпен
тіпті ешқандай документсіз барып драйверлай көлік жүргізу куәлігіңізді алуға да болатын штат. Және штаттан қаншама көмек алуыңызға да болатын, яғни өздерінің қосымша көмектерін береді. Медициналық сақтандыру, балаларыңыздың балабақшаға деген сияқты көптеген жеңілдіктері бар, оны кез келген мигранттарға алуға болады. Және бұл штаттың ауа райы өте жақсы. Бұлда 4 мезгіл бар, бірақ та қысы қатты салқын емес, кейбір кезде тіпті қар жауғанымен сол күні еріп кетеді. Қысы тек сондай ғана болады. Ал бұл штаттың бағасы мүлдем басқа. Бұл штатта үйді жалдап алу өте қиын, өте қымбат. Егер сіз жақсы, қауіпсіз районда тұрғыңыз келсе, бағасы 2 есе қымбат болады. Бізден келген, Есенгеден келген, және біздің қазақи, басқа орыс халқының адамдары, Украина халқының адамдары көп деп шоғырланған 2 қаласы бар, районы. Әсіресе 2 үлкен районы бар. Бірінші ол Сакраменто, екіншісі Оранж Сити деген. Бұл қалаларында үйді жалдап алу басқа қалаларға салғастырғанда сәлде қайда қымбат. Себебі бұл қалаларында көшеде үйсіз қалған адамдар аз. Бұл штатта үйсіз көшеде тұратын адамдар өте көп, және бұл штатта қара тиме, яғни наркотикалық заттар өте ашық-шашық түрде қолданылады. Егер абайламасаңыз, ондай жағдайға соғып қалуыңыз әбден мүмкін. Және бұл штатта үйсіз адамдар өте көп, көшеде тұратын адамдар өте көп. Егер де алғашында осы Калифорнияға келгіңіз келсе, қайда келетініңізді анығымен біліңіз. Қайсы қала, штатты білгеніңізбен де қаласына, районын жақсылап біліп келіңіз. Егер осы штатқа келетін болсаңыз, запаспен өзіңізде қаражатыңыз болсын. Алғаш келген кезде бірталай қаражаттар кетеді. Ол елден келген ақшаңыз бұл жаққа шаққан кезде тағы да басқаша болады. Және бұл жақта заттар бағасы мүлдем басқа. Сол себепті алғашында үйреніп орналасу үшін біраз қаражатыңыз кетеді. Сол қаражатты сақтап өзіңізді емін-еркін сезіну үшін қаншама көп қаражатпен келесіз, соншама өзіңізге, отбасыңызға тиімді болады. Және бұл Америкада даунтаун деп айтамыз ғой, дәл қаланың орталығында үйсіз адамдар өте көп тұрады. Оларға кезінде қаланың шетіне таман арнайы ЖК салып, сол ЖК-ға кіргізген екен. Олар ол ЖК-ға шыдамай, біз бұнда тұра алмаймыз деп, қайтадан сол қаланың тең ортасына, центрына, біз айтқан кезде мысалы Хан Шатыр, Бәйтерек, Азия парк деген Астанадағы мысалы сол сияқты үлкен центр орталықта олар өмір сүреді. Олар өздерінің арнайы палаткаларына кеп, сол жерде күні бойы өмір сүреді. Соған да байланысты Америка адам құқығын бірінші кезекке қоятындықтан ол адамдарға ешкім тиіспейді. Тіпті полицейскийлер де оларға неғып бұл көшеде сен жатырсың, неғып бұл жерде жатырсың деп ешкім ешқандай әңгіме айтпайды. Олар қаланың тең ортасында, орталықта орналасқан, олар өздерінің жеке орындары бар, соны үйдері қып тұрады. Соған да байланысты Американың бүкіл қаласында сондай үйсіз адамдарды көресіз. Бүкіл барлық штаттың, барлық қаласының орталықтары сондай болады. Соған да байланысты ол бірден қауіпсіз, екінші онда жағымсыз иістер көп шығады. Сондықтан Америкада тұратын адамдар көбінесе орталықтан сәл алыстау, қауіпсіз, ондай көшеде тұратын адамдар жоқ жерді іздейді. Ол жерлер, онда сондай райондар бағасы мүлдем басқаша болады. Алғашында келген кезде содан өте сақ болыңыз. Егер де білмейтін районыңызға келіп қалсаңыз, ол қауіпсіз райондар өте көп болады. Әсіресе африкалық нәсілді адамдар, яғни қара адамдар тұратын районға келіп қалсаңыз, түнде шыққан кезде қиындау болады. Және отбасыңызбен келсеңіз тіпті қиын. Сондықтан алғашында қайсы штатқа, қайсы қалаға, қайсы районына келетініңізді жақсылап біліп, оны зерттеңіз. Егер де зерттеп,
оның қауіпсіз екеніне көзіңізді жеткізіп, сол районда қанша қаражатқа үйді жалдап алады, оған қанша сіздің қаражатыңыз қажет, соның бәрін есептеп барып, сол штатқа келіңіз. Бірден қаланың орталығына жүгірмеңіз. Ол жерде баға мүлдем басқаша, жағдай мүлдем басқаша болады. Сондықтан жақсылап ойланыңыз. Келетін қалаңыздың штатында, сол штатта тұратын адамдардың Facebook группасына, Telegram группасына, немесе Instagram, Facebook'ына жазылып сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Мысалы, менің осы видеома кез келген сұрағыңызды қойып жазсаңыз, мен жауап беремін. Және де Америкада табысыңыздан салық төлемейтін штаттар бар. Ол 4 штат: Делавэр, Нью-Хэмпшир, Орегон, Монтана деген 4 штат. Сіз табысыңыздан салық төлемейсіз. Ал егер осы видео 5000 лайк жинауына көмектесіп, лайкыңызды аямаңыз.